сізді жиі мазалайтын болса, постоянно выделение, иісті, көп мөлшерде ішіңіздің төменгі жағы ауырсыну болатын болса, сіз ішкен дәрі тек жатырға ғана барып әсер етпейді, ол сіздің полный ағзаңызға кетеді. Қабыну процесі мүлдем болмау үшін сіз ең бірінші гигиенаны дұрыс сақтайсыз. Бұл қынап та қайдан қалпына келу өте қиын. Содан кейін ем алсаңыз, дұрыс ем, қонымды ем, және де ол сізді екінші рет қайта мазаламайды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракату. Қайырлы күн, менің қызыл оқырмандарым. Бүгін сіздерге воспаление, яғни қабыну процестері туралы сөйлесетін боламыз. Яғни дәл қазір немесе сізді жиі мазалайтын болса, постоянно выделение, иісті, көп мөлшерде ішіңіздің төменгі жағы ауырсыну болатын болса, онда дәл осы видеоның соңына дейін көруіңіз керек. Сонымен қатар бізге поддержка беру үшін лайк басып қойыңыз, өзіңіздің достарыңызбен бөлісу үшін әжеде үш бұрышын басасызда, поделиться дегенді бассаңыз бөлінуге болады. Сонымен қатар подписаться етуді ұмытып кетпеңіз, себебі менің әрбір видеомды алғаш болып сіз көруіңіз керек. Ендеше қабыну процесс бұл қай жерде қандай бөлшегі тұрады? Қабыну процесс бұл бізде мынау екі трубаныкі болуы мүмкін, яғни бұл сальпингит. Бізде екі аналық бездің қабынуы мүмкін, бұл афарит. Матканың өзі қабынуы мүмкін, бұл бізде эндометрит, яғни эндометрий қабат қабынады. Матка бізде полностью қабынады, метроэндометрит деп аталынады. Егер қынап қабынса кальпит, шейка қабынатын болса, яғни жатыр мойны, бұл бізде эндоцервитит. Яғни ит деген жалғауы барын бәрі иттер ғой. Яғни қабыну процестері да. Бұл неден? Яғни бұл сіздердің тілдеріңізбен айтқанда, бұл суықтау. Қандай да бір суық тиген болу. Су не үшін суықтау? Себебі егер біздің микрофлорамыз, мына жер қандай? Ыстық, температура ыстық. Значит, біздің қалыпты бактерияларымыз, қалыпты мына жердің микрофлораның ішінде өмір сүріп жатқан тірі құрттар бар, айтқанда, сіздердің тілдеріңізбен айтқанда. Мысалы, бізде эшеркия культ, маскарида деген нәрселер бізде нормада бар, бірақ ол тым көп мөлшерде көбейіп кетпеу керек. Тура сол сияқты біздің мына жерімізде өзімізде қалыпты бактериялары бар, бірақ ол тым көп мөлшерде көбейіп кетпеу керек. Егер біз суықтайтын болсақ, дәл осы бізде тым көп мөлшерде бұл көбейіп кетеді. Көбейгеннен кейін бізге ауырсыну сезім береді. Ішіңіздің төменгі жағы, бел тұстарыңызда, постоянно, особенно жыныстық қатынас кезінде қатты ауырсыну береді. Енді сол нәрсе көбейіп кеткеннен кейін не дейді, ол сыртқа шығу керек болады, дұрыс па? Қалай ол сыртқа шығады? Сыртқа бізге выделение болып көрінеді, яғни бөлінді. Әр түрлі жап-жасыл түсті, бірақ иіссіз болуы мүмкін, қышымау, ашымауы мүмкін, тек қана постоянно тоқтаусыз, үздіксіз келе беруі мүмкін. Кей кездері біз элементарны қабынуға қарсы, мысалы, цефтрит, цефазолин и плюс метрогил алсақ, ол кетіп қалады. Но иногда болады бізде опасный бір қандай бір стрептокок па, или стафилокок па, или қандай бір инфекция, хламидия, может, микоплазма, бір какой-то бір ауыр инфекция бактерия жерге түседі, и сіз әр антибиотик алып көрем дегенше, бұдан иммунитет одан бетер түседі да, екі есе асқындырып жіберуі мүмкін. Сол үшін біз қандай инфекция екенін білу үшін біз мазок тапсырамыз, осы бөлінеді. Яғни цервикальды каналдан алады, вагинадан алады и уретрадан алады. Оны не үшін тапсырмай антибиотик ала беруге болмай ма да? Әрине жоқ. Себебі хламидияға мысалы азитромициндер жақсы көмектесуі мүмкін, Ал егер де жаңағыда бұл жерде хламидия емес, ол жерде элементарны, мысалы стрептокок болатын болса, сіздің цефазолиніңіз көмектесуі мүмкін. Яғни соған байланысты бөлінеді. Егер сіз оны білмесеңіз, сіз кезекпен бәрін алып шығасыз. Себебі антибиотиктің түрі өте көп. Цефалоспориндер, ампицилиндер, пенициллин рядтары, сондай түрлері өте көп. Яғни бұның бәрін сіз қайтесіз? Басынан басқа ашпайсыз ғой, сіз бүгін барасыз, пенициллин аласыз, одан кейін ампицилин аласыз, одан кейін барып болмайды екен деп цефалоспорин, одан болмайды екен деп азитромицин, ол болмайды екен деп тетрадикин сөйтіп аласыз ба? Әрине жоқ. Сөйтіп алып жүрсеңіз не болады? Сіз маткаңыз уже қаққа кеткен таппай. Не только матка, сіз полный, себебі сіз ішкен дәрі тек жатырға ғана барып әсер етпейді, ол сіздің полный ағзаңызға кетеді, бүкіл ағзаңызға. Ол жерден сіздің бүйрегіңіз ауырып тұрса, бүйрегіңіз жазылып кетуі мүмкін. Өкпеңіз ауырса, өкпеңіз жазылып кетуі мүмкін. Грипп басталса, гриппіңіз кетіп қалуы мүмкін. Ол жерде антибиотик алып, на самом деле, ол жерде антибиотик емес, ол жерде вирус керек болуы мүмкін. Сізге противовирусный ішу керек болуы мүмкін, Сондықтан бұл жерде не екенін сіз білу керексіз, қабыну процесін жеңу үшін. Ал қабыну процесі мүлдем болмау үшін сіз ең бірінші гигиенаны дұрыс сақтайсыз. Мына тұрған жерге бұл сізде не мусорный ящик емес бұл. Қынап сізге мусорный ящик емес. Запомните всегда. Яғни рекламадан мынау күшті екен деп, ана фирманы алып бір затын бір салып, мынау күшті екен деп бусинкаларын бір жерден бір салып, күшті мынау екен деп чеканын алып бір салатын да, бұл сізге мусор емес.
бұл конкретно сіздің ағзаңыз, бұл бір орныңыз. Сіз аузыңызға келіп тыға бересіз ба, любой нәрсені көрейінші, жеп көрейінші деп тыға бересіз ба, тыға бермейсіз, дәмі ұнамаса сұрап түкіріп тастайсыз. Ал сіздің дәмін көре ала ма? Көре алмайды, бұл көре алмайды. Білмейді ғой, түсіңіз қайдан білесіз, дәм сезіп жүреді, тіл жоқ қой. Сондықтан сіз әрдеңені салып жатсыз, мынаны құртып жатсыз. Мына бір күні құртылады. Бұл құртылған нәрсе қайтадан қалыпқа келмеуі мүмкін. Біздің нерв талшық қайтадан қалыпқа келмейді. Дәл солай қанат та қайтадан қалпына келу өте қиын. Түсінікті ме? Сондықтан бұны мусорға айналдырмай, сіздер бірінші орында профилактика, бұл әр нәрсені бір салу емес. Бұл тек қана анализ бойынша, соның көрсеткіші бойынша салу. Бізде мысалы гинекологтар қалай? Олар ашып көрген кезде предполагаемый диагноз деген болады. Біз көргеніміз уже выделение басаймыз. Уже көргеннен уже творог болатын болса, уже кальпит, одан басқаша кремообразный творожистый болатын болса, может быть трихомонада, уже сепқа байланысты, уже иісімен көрсін тоже хламидияға ұқсас деген сияқты, уже предполагаемый диагноз қойып, соған қарай ем бере бастайды. Чтобы мына жердегі выделение бүкіл жоғары көтеріп, трубаның барлығына су жинап тастамау үшін, яғни іріңді жинап тастамау үшін. Сондықтан қандай да бір воспаление сізде отырып алып, үйден анау сефазолин алған екен, сөйтіп жазылып кетіпті, мынау бар, офлан алған екен, жазылып кетті деп отырмай, конкретно ем алу керек. Түсінікті ме? Себебі кез келген қабыну процесінің бір себебі бар. Бір бактерияның асқынуы көбеюінен болып тұр. Может, бұл инфекциядан да болуы мүмкін. Соны білу керек сізге. Содан кейін ем алсаңыз, дұрыс ем, қонымды ем, және де ол сізді екінші рет қайтып мазаламайды. Ал егер дұрыс ем болмаса, сіз ем аласыз, потом 2 ай жүресіз, 3-ші ай тағы ем аласыз, тағы 1 ай жүресіз, тағы ем аласыз, сосын 1 апта жүресіз, қайтадан ем аласыз. Өйстіп, сол өмір бақи ем алып жүресіз. Ал егер себебін тауып емделетін болсаңыз, ол сізді біраз уақытқа, кемінде даже 6 айға дейін, пока сөзін қабылмағанша, ол сізді мазаламауы мүмкін, даже жылдап сізді мазаламайды. Сондықтан дұрыс ем бұл әрдайым сізге дұрыс жағынан, денсаулығыңыз жағынан қиындық тудырмайды, иә. Сондықтан одан бөлек қабыну процесі кезінде, егер бұл қабыну процесі асқынатын болса, иә, кез келген ісінген нәрсе не болады? Қолдың өзі, мысалы, қабыну ғой, жара болды, ол жерде ісінді, жан бәрі ісет-ісетті, ақырында іріңдейді, тура солай. Бұл да іріңдейді. Прям ірің ағуы мүмкін сізден. Ол ірің дегеннен бір ірің ол бір жерге жиналады. Мысалы, қолдың өзі ірің жиналады. Мен мысалы, жерде тыртығымды кім байқаған? Осы тыртық, представляете, кішкентай кезімде мен мысалы трубаға ұрып алғамда, и одан кейін жаңағы бұрынғы уақытта емдетпеген ғой, жүрегі мама өзінше жаңағы обработка істеп жүрген, бір күні шишка туған. И жаңағы есік көріп жарған кезде бұрқырап алған ғой, ірің деген прям шұңқыр болып кеткен осы жерім менің да. Вот до того үлкен тыртық, бір авария деп ойлауым мүмкін, ондай ештеңе емес та. Дәл солай мына жерге ірің жиналса, топ болып та, мына фукоткіш жарылып кетуі мүмкін. Труба жарылса кейін қолдана аласыз оны? Қолдана алмайсыз, труба жарылса абсолютно все уже. Поэтому қабыну процесс выделениемен ұзақ уақыт жүруге болмайды. Уақытылы ем сізге всегда көмектеседі. Ендеше барлықтарыңызға түсінікті болды деген ойдамын. Қандай да бір видео шыққанын қалайтын болсаңыздар, осында комментарийға жазыңыздар. Ендігіде сол туралы видео айтатын боламыз иншалла. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған доктор Сейтжаппаровна.